Сәлеметсіздер ме, құрметтілер, қалдарыңыз қалай? Біз сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабағымызда естеріңізде болса, уақытты басқару, жалпы уақытты өзіміздің мүддемізге пайдалану туралы айтқан едік. Бүгінгі сабағымызда дәл соны ары қарай жалғастырамыз. Мен сіздерге бір нәрсені айтқым келіп тұр. Ағылшын тілін үйрену үшін күніне 2 сағат уақытыңызды бөлетін болсаңыз, бір жылда 7,5 IELTS-тан балл алуға болады екен. Бұл дәлелденген дүние. Күнде 2 сағатыңызды арнайтын болсаңыз, ағылшын тыңдадыңыз, ағылшын оқыдыңыз, бір сөздерді көшіріп жаздыңыз, күнде бір сөзден, 5-6 сөзден, 10 сөзден жаттадыңыз, дәл осылай өз-өзіңізбен оқып та, күніне 2 сағатты арнау арқылы бір жылда 7,5 IELTS балын алуға болады екен. Енді өзіңіз ойлаңызшы, сіздің күнде уақытыңыздан 24 сағаттың ішінен 2, 3, 4 сағатыңыз босқа Instagram, TikTokқа кетіп жатыр ма? Я, телефонға көп адамның уақыты 5, 6, 7, 8 сағаттап кетіп жатыр. Егер сіз сол сағаттың бәрін арнайтын болсаңыз, 4-5 сағатта ағылшын тілін керемет деңгейде оқып тастауға болады екен. Бұл бізде ең маңызды салыстыру болуы қажет. Сіз ұйықтап жатқан кезіңізде, Instagram, TikTokта бос уақытыңызды өткізіп жатқан кезіңізде бір тілден айырылып жатырсыз. Ертең Қазақстан дамып жатыр, білесіздер. Үлкен-үлкен алпауыт компаниялар Қазақстанға келіп жатыр. Ертең Google келетін болса, Meta келетін болса, немесе басқа да үлкен-үлкен компаниялар келген кезінде олардың барлығына тіл білетін адам қажет болады. Мейлі ол IT болсын, мейлі ол медицина болсын, мейлі ол басқа бір педагогикалық мамандық болсын, кез келген мамандықта ағылшын қажет болады. Сіз егер Instagram, TikTokта жалпы уақытыңызды бос жүйесіз өткізетін болсаңыз, онда дәл осылай әр жыл сайын бір тілден айырылып қаласыз. Ал ондай болмау үшін біз барлығын жоспарлап жазып үйренуіміз қажет. Мен сіздерге 2 программаны қолдануға кеңес беремін. Оның біріншісі Notion. Мен өзім сабақ жазған кезімде, лекция жазған кезімде, күнімді жоспарлаған кезінде, жалпы жоспарларымды қолданған кезімде дәл осы Notion'ды қолданамын. Сіздерге түсіндіріп жатқан осы сабақтарды да лекция түрінде мен осы Notion'ға жазып алдым. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы Notion деген программаны ашып, өзіңізге қолданыңыз. YouTube'қа кіретін болсаңыз, бұл Notion туралы өте көп нұсқаулық видео бар. Сабаққа қалай қолдануға болады, жұмыс істейтін адам қалай қолдануға болады, канбанды қалай жасауға болады Notion'ның ішінде. YouTube'та өте көп программа бар. Біз ішіндегі әрқайсысын детально үйретіп отырмаймын. Сіз оны YouTube'тан да өзіңіз қарап, қолданып, өзіңізге телефонға да, планшетке де, компьютерге де оның программасын орнатып қолдануға болады. Енді супер бір программа, міндетті түрде оны қолдану қажет. Екіншісі, дәл соған ұқсас Trello деп аталады. Мен ол Trelloны өзіме қолданамын. Біз өзіміздің жұмыста проекттерді жүргізген кезімізде көбіне сол Trelloны қолданамыз. Trelloда өте күшті канбан жасайсыз. Яғни мына жұмысты біттім деп келесі этапқа өткізіп қоюға болады, одан кейінгі этапқа өткізіп қоюға болады. Былайша айтқанда өзіңіздің жоспарыңызды визуалды түрде көруге болады. Мен сіздерге осы жерде жоспар туралы өте маңызды нәрсені айтайын. Сіздің жоспарыңыз жазылу түрде болмаса, яғни бір жерде жазылып тұрған болмаса, ойымда тұр барлығы, жалпы білемін дейтін болсаңыз, оның бәрі бос, оның барлығы ешқандай да жүзеге аспайды. Сондықтан ағылшын үйренетін болсаңыз, бір программалау тілін үйренетін болсаңыз, немесе бір нәрсені үйренетін болсаңыз, міндетті түрде олар қағазға немесе мынандай Notion сияқты, Trello сияқты бір программаларда жазылып тұру керек. Сіз оны визуалды түрде көруіңіз қажет. Барлығы жалпы миымда, онсыз да білем ағылшынша білу керек екендігін, оны жазудың не қажеті бар дейтін болсаңыз, ешқандай жетістікке жетпейсіз. Әлемде табысты барлық адам міндетті түрде өзінің арманын, жоспарын, мақсаттарын дедлайн қою арқылы міндетті түрде оларды жазып жүреді. Сізде дәл осылай әдетке айналдыруыңыз керек. Кітаптарыңыздың тізімін, мен мына кітапты оқимын, одан кейін мына кітапты оқимын, мына кітап оқылып бітті деп былай галочка қойып қоюға болады. Жаңа Notion'да да, немесе жаңағы Trello'да да дәл осылай істеуге болады. Сіз өзіңіздің осы 4 жылда, 1 жылда, алғашқы 90-ында, алғашқы айында нені істейсіз, осылардың барлығын жазбаша жоспарлауды әдетке айналдырыңыз, үйреніңіз. Ал жалпы қызық өмір сүретіндер болады. Мен енді ондай адамдарды жаман көремін, жақтырмаймын. Мен өзім енді өте қатты қатаң жоспармен, жүйемен жүретін болғаннан кейін ана адамдарды қатты ақылыма сыйғыза алмаймын. Сіз жоспарлы түрде жүрмесеңіз, ешқандай да табысқа жете алмайсыз. Сосын
әркімді сынап отырасыз. Ой, осы коучтар, аналар білгіш, осылардың барлығы ақылды, анау мынау. Ақылды болғандықтан емес, ол жолдан адамдар жүріп өткендіктен сізге ақылын айтады. Мен де бұл жолды жүріп өткендіктен мен сіздерге бұл нәрселерді айтып жатырмын. Уақытты тиімді пайдалану үшін Notion'ды да, Trello'ны да үйреніңіз және оларды қолдануды әдетке айналдырыңыз. Сіз егер олардың барлығын жазбайтын болсаңыз, оның барлығы ешқандай жүйесіз болып, сіздің бір мақсатқа жетуіңізге мүлдем әсері пайдасы болмайды. 4 жылыңыз қалай өткенін білмейсіз де. Өзіңіз байқап жүрген шығарсыз, 11 жыл мектептің қалай өткені түсініксіз. Бардың келдің, қарасаң 11 класстан өтіп кетіп, есейіп, ата-анаңнан бөлініп, университетте жүрсің. Дәл осылай ертең 4 жылда бірден былай-ақ өтіп кете салады. Сіз олай өтіп кеткенін қаламасаңыз, онда сіз дәл осындай программаларды жазуды қолға алуыңыз қажет. Ертең университетте кез келгеніңізде окошко болады. Окошко бола қалған кезінде бірден телефоныңызды ашасыз, Notion'ға кіресіз. Так, менің жоспарым қандай еді? Менде не істеуім керек еді? Менде қазір окошко бос отырмайын, мынаны оқи берейін, мынаны жаза берейін, мынаны үйрене берейін, мынаны тыңдай берейін деген тізімге қарап, сабағыңызды орындай бересіз. Сол арқасында сіз әрі үйді сағынып, ешқандай жоспары болмаған адам ол сағына беретін болады. Отырып, анау есіне түсіп кетеді, үйдегі иті есіне түсіп кетеді, іні қарындастары, сіңілдері есіне түсіп кетеді. Неге? Өйткені алға қойған мақсаты болмағандықтан. Мен сіздерге мына алға қойған мақсаты болмайтын адамдар туралы тағы бір сипатты айта кетейін. Ертең үлкен өміріңізде де бұл сіздің алдыңыздан келеді. Кейбір адамдар болады. Бәлкім оны көріп жүрсіздер, қастарыңызда бар, бәлкім сіздің ата-анаңыз сондай болуы мүмкін, бірақ бұл дұрыс емес. Ол қандай? Бұрын Совет өкіметінде жақсы еді, осыдан 5-6 жыл бұрын мынандай еді, ой, Назарбаевтың кезінде жақсы еді, қазір не болып кетті деп, үнемі өткенін аңсап отыратын адамдар болады. Оны көрген шығарсыздар. Бұрын жаңа жылды осылай күшті тойлайтын едік, қазір енді дым білмеймін қызық болмай кетті. Былайша айтқанда, өмірінің өткені ғана қызық, болашағы мүлдем қызық емес адамдар болады. Ол нені білдіреді? Осы адамдар алға қарай дамымай жатыр, болашағы бұлыңғыр, бұлай алға қарай жүргісі келмейді, тек қана өткенімен өмір сүргісі келетіндер болады. Ой, бұрын мектепте жақсы еді, бұрын ана жақта жақсы еді, бұрын ана ауылда күшті еді, бұрын класстастарымен жақсы еді деген сияқты, мынау алдыға қойған мақсаты жоқ адамдарда әрқашан арты қызық болады. Өткені қызық болады. Сіз егер алға мақсат қоймайтын болсаңыз, сіздің де артыңыз қызық, алдыңыз ешқандай да қызық емес болады. Ал ол нені білдіреді? Сіздің регресске кетіп жатқандығыңызды білдіреді. Прогресс емес, яғни алға кетіп бара жатқан жоқсыз. Сіз артқа регресске кетіп бара жатырсыз дегенді білдіреді. Яғни дамып жатқан жоқсыз. Артқа қарай құлдырап кетіп бара жатырсыз. Бұны біз не істеуіміз керек? Әдетке айналдыруымыз керек, әрқашан алға жүруіміз керек. Ал алға жүру үшін алға қарай өзіміз жол салуымыз керек. Алдымызда жол жоқ болса, конечно, жүру қиын болады. Біз алға қарай жүруіміз керек, алға жүру үшін жол салуымыз керек. Жол дегеніміз, ертең мынаны оқимын, ары күні мынаны оқимын, мынаны істеймін, мынаны тыңдаймын, мынаны үйренемін деген сол біздің жолымыз болып саналады. Енді бізде уақытқа байланысты тағы бір қызық дүние бар, ол мынандай дүние. Көп студент сессия, рубежка кезінде, диплом жазатын кезінде, кешіктіріп, жүріп алады да, сосын тақалғанында үлгермей қалады. Я, сіз өте ақылды болсаңыз, үлгеріп кететіндер болады. Сол 1-2 күнде дайындалып, сессияда өте жоғары бал алып, солай істейтіндер болады. Ал сіздің деңгейіңіз орта деңгейде болса, немесе ортадан сәл жоғары болса, ортадан сәл төмен болса, онда алдын ала дайындалуды әдетке айналдыруыңыз керек. Прям сол кезде дайындалатын болсаңыз, немесе тақалған кезінде істейтін болсаңыз, онда еш нәрсеге үлгермейсіз. Ертең барлықтарыңыз айтатын бір сөз болады. ұбт-ға дайындалған сәтім күшті екен ғой, ұбт-ға дайындалған кездер қызық екен ғой, ұбт-ға дайындалған кездерім өте оңай кездер екен ғой, қазір қайтадан ұбт-ға дайындалсам, еш қиындықсыз жоғары бал алар едім деп айтасыз. Өйткені университеттегі сессия, рубежка деген ол ұбт-ға дайындықтан әлде қайда қиын. Ал қиын нәрсеге біз алдын ала дайын болуымыз қажет. Сондықтан да біз
уақытты дұрыс өзіміздің мүддемізге пайдалануымыз керек. Құрметті студенттер, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Уақытқа байланысты ең негізгі нәрселерді айтып өттім. Ал жалпы мына ютубқа кіретін болсаңыз, уақытқа байланысты өте көп дүние бар. Жаңағы айтып өткен 2 қосымшаны міндетті түрде қолданыңыздар. Олар қызық екен, күшті екен деп өтіп кетпесін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі сабақта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.